29 сәуір қазақтың хас батыры Оспан батырдың Шығыс Түркістанның Үрімші шаһарында Қытай коммунистері тарапынан атылған күні. 1951 жыл. Қарасаңыз, күні кеше ғана болған оқиға. Оспан батыр кім? Оспан батыр қазақтың ұлт-азаттық күресінің көсемі. Ешқашан құлдықты мойындамайтын қазақ дейтін батыр халықтың арыстан ұлы. Қызыл Қытаймен де, буржуаз Қытаймен де, қызыл орыспен де алысып, қазақтың еркіндігі мен теңдігі үшін жанын құрбан қылған нағыз асыл қазақ. Еркіндік пен теңдікті ту еткен Оспан батыр 1951 жылы 29 сәуірде Шығыс Түркістанның орталығы Үрімші шаһарында атылғанға дейін тұтас өмірін қазақ дейтін халықтың азаттығы үшін жұмсады. Ол Қытай кім? Ол Қытай міне бүгін қазақ дейтін халықтың Қазақстан дейтін еліне келіп отыр. Қазақ жерін аламын деп аждаһардың аузын ашқанына, сонау сәбет құлағаннан бері санай берсек, жарты ғасырға таяныңқырап қалды. Қазақтың жерін ешкім қызығып та алайықта деп тұрған жоқ. Қазақ жеріне қызығып сілекей шұбырып, тілін жалаңдатып отырған жалғыз айдаһар ол Қызыл Қытай. Ал осы Қызыл Қытайға қазақтың жерін бергісі келіп, халықты алдап сулап, 5 жылға жариялаған мораторийін үрейленіп, қорқып, теңдік сұраған, әділдік сұраған қазақтан қорыққаннан екінші мәрте тағы 5 жылға мораторий деп жариялай салған мынау қазіргі жүйенің қитұрқы қылығын біздің қазақ түсініп отыр ма? Ендеше бұл мораторий неге 50 жылға жарияланбайды? Неге 500 жылға жарияланбайды? Оспан батыр кіммен алысты? Қазақпен алысты. Ендеше осы Оспан батырдың арғы тарихын қазбаласаң, біздің арғы бабаларымыз Күлтегін, Тоньоқоқ, Білге қаған барлығы да осы Қытаймен алысты. Күлтегін ескерткішінде тауғаштардың бектері залым, тауғаштың шайы мен шайысынан сақтаныңдар деп тасқа ойып тұрып жазып кеткен баһадүр бабаларымыз біздің сол тауғаштың байлығына, яғни шайы мен шайысіне, шай ішетін шайы жібегі, яғни Қытайдың берген сый сияпатына алданып, еркіндіктен, теңдіктен айырылатындығымызды, отанымыздан айырылатындығымызды сонау бәленбай мың жылдың алдында тасқа ойып тұрып жазып кеткен. Сол тарих бүгін қайталанды. Негізі қазақтың жері сол Қытайлар біздің ата-бабамыздан қорыққаннан соққан Қытай қорған еді. Қытай қорғаны ежелгі қазақтардың, ежелгі көшпенділердің, ежелгі үйсін көктүрік, сағыз киіп массагеттердің, ежелгі қыпшақтардың шекарасы сол Қытай қорғаны болады. Қытайлар көшпенділерден қорғаны үшін Қытай қорғанын соққан. Ал сол Қытай міне 2000 жылдың ішінде 2000 километр жолды басып біздің іргемізге, жер жаннаты Жетісуға келді. 2000 жыл бойы біз Қытаймен соғысып, жылы көшіп отырып, 2000 километр, 2000 шақырым жерімізден айырылдық. 2000 жыл бойы олар біздің 2000 шақырым жерімізді иеленіп, ол жерге халқын көшіріп, өсіріп, өркендеп, тіпті ол жерлер ешқашан біздің ата-бабамыздың жері болмағандай сипатын өзгертіп, мүлдем меншіктеніп алды. Енді сол Қытай міне іргемізге кеп тұр. Енді осы біздің еліміздің жерін алмақшы. Оны тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қытайға 1 миллион гектар жер береміз деп, оған халық наразы болып, үлкен ереуіл болып, ең соңында ол жердің берілмей қалғандығын барлығымыз білеміз. Осы Қытай қазақтың басына бәле болып жабысты. Біреу алам деп әлек, ал біздің ішімізден шыққан ұлт сатқындары берем деп әлек.
Қытайдың қызыл ақшасына сатылған қазақтың сатқын бір тобы қазақ жерін Қытайға басып бүтін бермекші. Алыстағы мыңжылдық тарихымыздан қарамай-ақ, кешегі бүгінгі тарихымызды қарасақ та, біздің ата жауымыз осы Қытай. Қытаймен мыңдаған жылдар бойы жау болып келеміз. Ал орыс кешегі жау. Осы екі жауыз империяның ортасында бағы ашылмай, сорлап, миллиондап қырылып, тұқымы өспей, көбеймей келе жатқан бейшара халық қазақ. Біздің сорымыз сатқындар, ендеше оян қазақ. 1951 жылдың 29 сәуірі қазақтың еркіндігі мен теңдігі үшін шахид болған Оспан Батырдың рухына Құдай тағаладан мейірім тілейік. Қазақтың батыр ұлын Құдай тағала жәннаттық қылсын, мейіріміне бөлесін. Ал қазіргі жүнжіп, босап, қорқақ болып, жуасып, өз-өзінен үрейленіп, құлдыққа әбден мойындап, мойын сұнып, әбден руханиятынан, ерлігінен, азаматтығынан айырылып қалған қазақтың жігіттеріне айтарымыз: оян қазақ, көтер басты. Егер сен бүгін оянбасаң, сен де, сенің ұрпағың да мәңгілік Қытайдың құлдығына өтеді. Біздің ата жауымыз мыңдаған жылдар бойы біздің мыңдаған шақырым жерімізді мысық табандап жаулап келе жатқан Қытай дәл қазір іргемізде. Іргемізде емес-ау, біздің құшағымызға енді. Қытай Қазақстанда өзінің параллель үкіметін құрып үлгерді. Қытай Қазақстанда өзінің көлеңкелі үкіметін, дип стейтін құрып үлгерді. Қазақтың билігінің ішінде жоғарғы төмен, тіпті тұтас қоғамда Қытай Компартиясының қызыл юанына сатылған және Қытай үшін жұмыс істейтін топ қалыптасты. Ендеше оян қазақ, ойлан қазақ. Елдік үшін, теңдік үшін, адам құсап, тепе-тең өмір сүру үшін, болашақ ұрпағымыз Қытайға құл болмасы үшін оянуға тиіспіз. Бүгін оянбаған ұлт, ертең оянғанда құл болып тұрады. Құлдықтан Құдай сақтасын. Құдайдан басқаға құл болмауды несіп қылсын. Қытайдан емес, Құдайдан қорқайық. Аман болайық қазақ.